Ал барлықтарыңа сәлем достар, қалайсыңдар? Сенімен бірге мен Дайнчо, және достар менің жаңа видеома қош келдіңдер. Бүгін мен достар 3 ютубердің аккаунтын құпия әдіспен ұрлап алдым достар. Сол туралы қазір мен видео түсетін боламын. Бүгін сол аккаунттарға обзор жасап, ең күшті заттарын сіздерге көрсететін боламын. Яғни айтқанда достар, бізде Ультра, Баток және Раванның аккаунттарын достар обзор жасайтын боламыз. Достар, бүгін мен бірінші аккаунтым әрине Ультрабек. Бұл аккаунтты енді жостық сияқты, өткен мына авасымен мынандай несі шапкасы өте шапка деймі, бұны обойы өте керемет. Бұрын поддержка беретін нелер емес па, приватный нелер емес па. Так, мынаяқта бірінші профиліне келсек, Ультрабектің уровені 70 екен. Және достар, мынаяқта өзінің медальдары, мынаны тек соңғысын, міне соңғы медальді ғана алыпты, сатып алып, қалғандарын сатып алмаған, және де жетістіктері осындай. Ал достар, енді мынаяқта знак мастерден 6 рет жеткен, қатарынан мынаяқта бұл рейтингтен битва отрядтан 3 рет жеткен екен достар. Қатарынан мастерге енді келесі бізде бірінші персонажда так барлығын алып тастаған. Қазір енді алмаған персонаждарын көрсете салайын достар. Так, барлық персонаждың барлығын алған. Мына Сантиноны алмаған достар. Бұл жаңадан шыққан персонаж деп ойлаймын, өйткені көбісінде осы персонаж жоқ екен. Так, складын көрейік. Склад әрине база жоқ, 451 киімі бар, және 3 набор несі бар екен. Макларен, мына қасқыр, древний қасқыр. Досы мынандай династи деген бір не емес па, менің ойымша бұрынғы алмаздың джекпоттағы, сосын магический клубтағы не емес па, набор емес па. Мынаяқта жнец кәдімгі қарапайым. Так, енді главный киімдерді көрсетіп тастайын. Главный киім әрине мынау менің баяғы шубам ғой достар. Бая мен қолданатын осымен мастермен, достарымен, бұрынғы ол достармен ойнайтын осының киім достар, өте көрсем вообще бұрынғы есіме түсіп кетеді, ол бұрынғы ойындарым. Так, енді келесі мынаяқта Саянар бой, бұяқта осындай киімдер алып алған, база жоқ. Мынаяқта өте керемет, наңарындыш, өте керемет мына киім дерзкий екен. Так, келесі мынаяқта осындай киімдер бар екен Ультрабектің, және де мынаяқта мынандай киім бар екен. Опана, дерзкий, мынаяқта өзінің партиклдары шығып тұрады екен. Опана, қолын қараңдар, қолында да осындай партикл шығады, мынада от шығады, мынада осындай кішігірім бір мұз сияқты партикл, мынада ойбай дерзкий, мынау BTS деген мынандай нелері, наборлары. Так, мынау ше, опа, жүрек, бейби, полный наборы бар екен. Ойбай, не мынау? Гачи-мучи, что ли? Ойбай-ай. Так, достар, келесі тағы қандай киімдер бар. Так, көріпсіздер, осындай киімдер бар. Опана, чоза, кефтеме болып тұрған киімдер әдемі. Так, келесім, опа, жесткий екен мына киімі. Бұл несі MC Funk дейді. Опа, MC Сайлоби, что ли, да? Так, келесі. Мен прикол айтатқан жоқпын, жай просто айтатырмын. Мынаяқта ақ қаланың несі бар екен. Опа, ақ қаланың полный киімі. Чоза? Не мынау? Мынандай да бар ма не достар, мен бірінші рет көптім мынандайды. Так, киімдерін көрдік, полный киімдерін көріп жатсыздар. Мынандай Квотербек бар екен. Квотербек, Ультрабек. Не деген ұқсас оғым, Так, осындай киім бар. Тамаша. Так, прочее, коллекцияда. Опана, мынандай сумкасы бар. Опа, өте олдский сумка. Сосын мынандай сумка бар. Так, главный мен көрмеген сумка әрине мынау. Дерзкий сумка екен, Сосын мынандай сумка бар екен. Так, тасташы мынау, ақ қаланың киім киіп алғаннан кейін бүтірлі екен, Так, мынандай сумка бар екен, мынандай жоқ, жоқ. Так, мына сумка дерзкий екен. Мына сумка дерзкий екен, әдемі. Так, келесі осындай сумкалар бар. Ультрабектің осындай қанатты. Так, осындай сумкасы бар екен, керемет. Так, мынандай лутбокстар сіздерге қызық емес деп ойлаймын, бірақ та қызық қылу үшін осылай көрсете салайын. Парашютта сізге қызық емес. Мынандай несі бар екен, мынандай, сосын мынандай өзінің даскасын, осындай даска қолданады екен.
Так, эмоциясында так 8 эмоция қолданады екен. Ал бірінші эмоциясы мынандай. Опа, қасында осында несі бар екен? Опа. Не дейді мынау? Так, екіншісі осындай. Опа. Брейкданс, что ли, да? Так, екіншісі мынандай жүрек көрсететін подписчиктеріне. Давайте лайктаңызды басып қойыңыздар міндетті түрде. Так, мынандай опа. Мынау голова кругали. Жынды ма мынау? Так, опа, танец кобры бар екен. Сосын мынау күлетін. Сосын опа, жүрек осындай сөз салатын емес па, цвет любви деген. Так, керемет. Так, транспорттан осындай, нандай. Короче, көріп тұрсыздар. Сосын так, мотоциклден осындай. Опа, маған ұнайтын. Опа, мынау не монстр трактың әдемі екен мынау. Бояқ, я достар, я. Так, келесі мына жерде джиптерден осындай. Мен негізі осындай деп айта бердім достар, я. Ренжімеңдерші. Мынандайлар бар екен. Профильде мынандайлар бар екен. Это музыкалар, дискі неше музыкалар бар, менде ондай музыкалар жоқ. Так, прочилден осындай. Так, енді оружиясын көрейік. Оружиясы қандай екен? Оружиясында мына жерде МК-дан осындай. Дискі неқта АК-47-ден навсегда осыны қолданады екен. М4-тен осында скар, гроза қолданады. Давайте мен осы ультраның қандай қару-жарақты қолданатын көрейік. Осындай, так, ФАМАС, Х8-ден осындай қолданады. Ан-94, плазма, АУК, парафал, зимородок, я. Так, винтовкадан СКС-тан мынандай, СВД-дан, ястреб, АС-80 жоқ, мынандай. Мынаяқта UMP-ден мынандай қолданады екен. МП-сен осындай, Винторес, М40-тан, так, менде так, достар, ультра менің аккаунтыма кіріп кетті. Менің аккаунтым дегенде түсіріп атқан аккаунтыма кіріп кетті, бірақ та мен арға жалғастырамын. Так, мен қай жерге тоқтап қалдым? Әрине на М40-тан тоқтап қалдым. М40-тан мына екінші түрі бар екен. P90-нан осындай. Так, тизер көрсетіп шығайын. Мынандай дробашы бар, мынандай Винчестер бар, One Punch Man-нің. Так, енді тағы ұнайтыны. Бұяқтан керек емес. Бұяқтан осына дигл бар екен. Дигл бар екен. Ема 2.1 урон дейді. Ближний бойдан осындайды қолданады. Паранттан, так, битадан, катанадан, косадан. Мәссаған. Талғамы күшті. Кулақтан жоқ екен, өкініштісі. Мақта стенкалар. Гранаталар. Алдан стенкадан осындай қолданады екен. Не көрсетті? Осындай стенка қолданады. Дерскі стенка екен. Другойдан М79-дан онда несі жоқ екен, күші жоқ екен. Так, достар, мен ультраның аккаунтын барлығын тексеріп, бұлай обзор жасап шықтым. Қандай заттар бар екен көрсеттім. Дерскі екен мына сумкасы да. Ал достар, екінші аккаунт. Так, келесі кезекте Рауан деген ютубердің аккаунты. Бұл Рауанды сіздер жақсы таниды деп ойлаймын. Яғни айтқанда TikTok-тан да, YouTube-тан да жалпы сіздер танисыздар. Өте осы социальный неде, Free Fire'да өте активный ютубер. Жалпы Рауанның берген аккаунты, міне өзінің основной аккаунты. Жалпы танисыздар, осындай өзінің основной сеті, және де ойбай, мен не өзгетіп жібердім ба? Так, мен сетінің өзгетіп жіберіппін. Так, неқта осындай эмоция. Короче, енді іске кірсек, Рауанның аккаунтында не бар екен көрейік. Ой, бұл доса 60-шы уровень. Ё-моё, Рауанның негізі аккаунты, бұрынғы аккаунты жоқ сияқты ғой, бұл емес сияқты ғой. Короче, Рауанның новый аккаунты деп ойлаймын. Короче, 60-шы уровень. Бұрын Рауанның аккаунты бұдан да көп тұғын уровені. Так, келесі қараңда өздерінің медальдары. Бұл жерде ең басыңа медальді алыпты, қазіргі медальді алыптық, ал қалғандары онша ойнамаған сияқты достар, я. Сосын арғадай осындай 31 неге жеткен рейтингтен, қараңда битвайтерден 31 уровенге жеткен достар, жұлдызшаға жеткен, және де достар осындай рейтингті ондай қатты ойнамайды екен. Так, нормально, енді ең главный ол склад жағын көрейік. Так, склад жағында осындай 3 набор бар. Мына жерде Макларен, Дино Ангела, және как всегда достар жнец бар. Әрбір ютубердің, әрбір подписчиктердің көрем, осындай жнец как всегда жүреді. Так, киімдердің келсе 257 екен. Так, главный киімдер жаңа мен ультрадан көрмеген киімдерім ол, так, мұнай киім сияқты, я.
бұның полный наборы жоқ екен, тек қана асы мен үсті ғана бар екен. Так, келесі мынандай набор бар екен. Бұл набор, ё-моё, вообще это мен, анау көзін қараңдаршы. Осындай жерде партикл шығады екен, мынандай маскасынан. Так, шашы прикол екен, прикольный екен. Және де үсті өте нормально. Так, енді қазір достар шақырып жатыр, подписчиктеріме, достарыма, короче, ренжімеңдер, мен Рауан аккаунтын түсіріп жатырмын. Так, келесі мынандай набор бар екен, құйрығы бар. Бұл ядовитый скорп дейді. Бұл наборды мен білмеймін. Жаңа мен кімнен көрмедім ультрадан. Енді бұл наборды білмей тұрмын достар, маған тек құйрығы ғана ұнап тұр. Так, келесі. О-хо-хо, мен бұны кімнен көрдім? Ультрадан көрдім, амайдым. Нан қараңдар. Маскасын көрдіңдер ма? Мынандай маскасы бар, осындай қалпағы бар екен достар. Артында айналып тұратын осындай сөрекен сияқты осындай несі партикл бар екен. Өте топовый сет, мен осындай сет шығаруға болады. Және де өте керемет набор десек те болады. Так, келесінде мынандай киім. Бұл киім маған ұнайды. Бүткіл ютубердің осындай жақсы көретін киімі емес па, мына үстіңгі. Так, келесі. Наны бірінші жоқ, мен білмеймін. Бірінші көптім достар, өйткені мен 2 жыл ойнамай кеттім. Free Fire сосын наны бірінші көріп атырмын. Бұл наборды сіздер білет деп ойлаймын. Мастерге жетсем осында берет шығар. Так, келесі бұл Рауанның основной қолданатын өзінің киімі. Міне көріп тұрсыздар, осы киім. Бұның полный наборы жоқ екен. Так, өкінішті. Так, келесі мынандай набор бар. Опа, дерзкий екен. Так, мынау басқа. Так, келесі. Так, мынақта жолбарыс бар екен, қараңдар. Дикидания роп тұрған, короче. Так, келесі. Рауан өзі айтқан болатын, менде ондай қатты нелер жоқ. Киімде наборлар жоқ деген болатын. Мынақта осындай ерекше футболка бар екен. Так, астында футболкалар болса, бар екен. Аргентинанікі и Франциянікі бар екен. Мынақта панда бар. Так, келесі коллекциясын келсек, коллекциясында маған главный ұнайтыны жаңа мынандай гитарасын көптім, мынандай сумкадан. Мен бірінші көптім мынандай сумканы достар. Басқа да ютуберлерден, амаялардан көрген жоқпын. Так, осындай нені сумканы көріп тұрмын. Ерекше болып көріп тұр көзіме. Так, мынақта қанаты бәрінде де бар сияқты ана ютубердің. Так, мынақта осындай сумка бар, мынандай сумка бар. Осын, так. Осындай сумкалар бар екен, ондай қатты көп сумка алмаған. Бірақ та основной қолданатын мынандай не екен, сумка екен. Так, мына жақта осындай, аты білмеймін, звон монет деген лутбоксты қолданады екен основной, және осындай парашют қолданады. Скейтбордтан мынандай простой, өйткені Рауанды білесі қарапайым, сол қарапайым өзінің сеттеріне тағады екен осындай коллекциясынан. Так, эмоциясынан главный әрине бояққа осындай я чемпион деген осындай топыралған кезде осындай эмоция көрсетуге болады. Мынақта күлетін, доппен осындай трюк жасайтын. Мынақта ненау? Шапалақ. Хлоп па? Ой дейді. Арстанның, арстан тек ма? Жолбарыс. Жолбарыс осылай мынандай эмоциямен билеп тұрған жарасады екен. Так, келесі бұл Lamborghini, но немес па? Макларен емес па? Макларен емес ау. Білмеймін, короче, келесі мынандай эмоция бар екен достар. Бұл эмоцияны білем. Так, мынау не? Приветствие дейді. Так, келесі Dodge и купюр дейді. Нақша шашатын емес па? Доллар. Так, келесі транспорттан Макларен, как всегда, Макларен бар екен. Макларен, сосын тағы да екінші Маклареннің екінші несі бар. Айтпақшы, Макларен екен, бағана шатаспаппын. Мына жерде мотоциклдан осындай, осыны қолданады. Monster Truck'тан қараңдар, 6 скины бар, соның осындай мынандай қолданады екен, зимный. Сосын джиптен осындай қызыл скины бар, сосын мынандай пикаптан осындай, мынадан осындай, и тук-туктан ондай қатты скин жоқ екен. Так, профиль көрсетпей қойын. Так, музыка, прочеде қараңда мынандай чөчөждар сақтап қойыпты. Так, короче, мындай қатты маңызды нәрселер жоқ. Оружие, ең главный оружие. Так, оружиясында ностальгия, таза олд десем де болады осы қаруды. Скорс екеу, бір урон екен, керемет.
Рауан осын қолданады екен, түсіріп алған деп ойлаймын. Так, AK-47 навсегда. Бұл да олд, М14 осындай, Скардан, бұл да олдқа саналады. Бұрыннан бері бар бұл. Так, Грозадан Джо екен, Фамастан бар осындай, Хомсингзден осындай. Бұл да не баяғыдан келе жатқан скины. Ан-94-тен осындай, бронз түсетін біреу, уроннан екеу, перезарядка минус, плазмадан осындай. Так, винтовкадан СКС-тен осындай скин, СВД-дан ясыпты жоқ, А-80-нен де жоқ. Так, енді келесі мынандай, мынау пулеметтерден мынандай, так, мынандай М60-тан, Сункорттан осындай скиндер бар екен. Так, UMP-ден главный мынау, яғни көбісі менде де осындай скин қолданамын, атысқан кезде, битва отрядта осындай. Осындай скин бар екен. Рауанда қарапайым не екен, оружиялар, өйткені өзі басын айтқан болатын. Ондай қатта ештеңе жоқ деген болатын. Так, P90, Томпсон, база жоқ. Мына Томпсон деген дерзкі, мынау ранг отрядты ойнасаң бәрін қырасың. Оны қарындыш скорс біреу, магазин екеу. Тоқтамай атып, хедшот беруге шанс бар екен бұл немен, Томпсонмен. Маған достар, Томпсонда мен ультрадан амайдан көрген жоқпын, ал Томпсонда мен Рауанын көріп тұрмын. Красавчик. Даже Макон, так, Бизоннан жоқ, дробовиктен, дробовиктен қараңдар. Так, осындай, осындай. Так, осындай екі скины бар екен. Так, Спастан осындай скин. Нандай дробаштан екі магазин, бір уроны бар, осындай скинмен қолданады екен, дерзкі екен. Так, мынақта мастер экспертті шығарып жатыр ғой. Так, Маконнан осындай, снайперлерден жоқ, қараңдар, прикиньте. Так, пистолеттерден, так, осындай и осындай. Так, ближний бойдан қарапайым скоротка, бұл олд скороткамен қолданады екен. Парангтан осындай, бәрі простой, блин, чё за катана, достар, мынау не мынау? Дракон ба? Дракон катана, волчья катана дейді. Дерз катана, екінші катана, бұл зимний катана, Так, коса, гитара коса қосылған. Дерз екен бұл да. Мәс саған. Қолға саған кезде қарандыш, дөу, Так, енді кулактан скен жоқ, гранатадан осындай, пах дейтін, бум деген гранатасы бар екен, 19 штук. Так, стенкадан көрек, стенкадан, так, осындай 5 стенкасы бар екен, мынандай, и мынандай, мынау маған дерзкі ұнайды осы. И потом болса мысықтар, осындай питоместер ұнайды. Так, другийдан осындай скины бар екен. Болды достар, Так, короче, мен барлығын көрсеттім деп ойлаймын. Бірақ та енді Рауан мен Ультраның аккаунтын көрсеттім. Бірақ та үшінші ютубердің аккаунтын көрсетейін десем, бір себептер мен аккаунты не болып қалыпты, ашандай доступы дұрыс болмай жатыр деп, сосын кейінге видео түсіресін деп кейін берем деген болатын. Ал достар, келесі тағы да осы ютуберлердің аккаунттарына обзор жасайтын боламын. Және достар, ол Ультра мен Рауанның аккаунттарына қанша баға бересіздер, жалпы қанша баға лайықты, соны комментарий жазып кетіңіздер. Және де келесі видеоларда тағы да аккаунтқа обзорлар түсіретін боламын, сосын уәде беретін боламын. Ал давайте лайктарыңызды басыңыздар, коммент жазыңыздар, тіркелмеген көрермендерім болса давайте тіркеліп қойыңдар. Ал сіздермен болған мен Данчубай, аман сау болыңыздар. Пока-пока. Чау.